Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ешқандай қоспадан тұратын чечил салатын дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керегі 2 қызанақ, 1 қияр, чечил және майонез. Ең бірінші қиярымызды осылай турап аламыз. Және помидорымызды кубиктеп турап үстіне саламыз. Және чечилді қолмен осылай жазып шығамыз. Дайын болған чечилді салып, барлығын майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осымен салатымыз дайын болды. Бетіне укроп, көкпияз салсаңыз болады. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.